Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі жаратылыстану пәні бойынша өткізілетін сабағымыздың тақырыбы жануарлар қалай дыбыстайды. Оқу мақсаттары: 2, 5, 3, 1. Дыбыс қаттылығы бойынша дыбыс көздерін жіктеу. Үйренесің. Алдымен таза тақта әдісі арқылы сұрақтарға жауап берейік. Дыбыс көздері нешеге бөлінеді? Жануарлардың дыбыстары қандай дыбыс көзіне жатады? Осы сұрақтың жауабын хабарлама арқылы қалдыра аласыңдар. Енді балалар, назарымызды мына суретке аударайық. Бұл суретте көріп отырған өзімізге таныс жаратылыстану пәні бойынша бірге келе жатырған достарымыз Мегеш пен Эфрика орманға саяхатқа шығыпты. Олар көптеген жануарларды кездестіріпті. Енді балалар, мен сендерге бір қызықты бейне жазбаны көрсеткім келіп тұр. Кәнеки, бәріміз назарымызды осы бейне жазбаға аударайық. Сөйлеп бастаймыз, оқып үйренеміз. Ит. Жылқы. Сиыр. Қой. Ешкі. Шошқа. Қоян. Түлкі. Жолбарыс. Қасқыр. Піл. Керік. Мысық. Арыстан. Балалар, сендер тамашалаған бейнежазба сендерге ұнады ма? Бейнежазбада көрген жануарлар бізге таныс па? Жануарлар қалай дыбыстайды? Дыбыс түрлерін атаңыздар. Осы сұраққа балалар маған жауап ретінде хабарлама қалдыра аласыңдар. Есте сақтайық балалар. Кейбір жануарлардың дыбысы қатты, ал кейбір жануарлардың дыбысы бәсең шығады. Келесі тапсырмамыз
Дәптермен жұмыс. Алдымыздағы дәптерді ашып, олардағы жануарларға назар аударайық. Жануарлар қалай дыбыстайды? Олардың шығатын дыбыстарымен жануарлардың суретін сәйкестендірейік. Бұл тапсырманың жауабын хабарлама арқылы қалдыра аласыңдар. Дескриптор. Дыбыстың қалай аталатынын біледі. Жануарлардың қандай дыбыс шығаратынын ажыратады. Бір-біріне түсіндіріп толықтырады.